қолымызда. Ё-майо, достар. Қара. Достар, біз, алтын іздеуге шықтық. Нешелеген жерімізге келдік. Нарағайдың болады ғой где-то. Нараның как раз бізге іздеу бармаған. Пока настрой нормально іздеуге. Тұрасың ба? Жел оқыған деп жатыр дауысы. Бізде бірінші сигнал. Не де ойлайсыздар? Ол бізде мынандай қорғасын қараңыздаршы. Өте әдемі қорғасын. Қорғасын. Май салу оны?
қорғасын. Қамит қалады ау. Кейін бада өлі қалады. Бұл не? Майса. Достар, бізде бірінші табыс тиыннан. Бұл бізде СССР екен. Қазір көрейік. Екі копейка екен. Жылы 70 жылғы ол керек. 2 копейка 70 жылғы. Мына осы жерден шықты. Мына жерден. Қазір бізде қатты жел бастап бітті. Барынша ақ қалып сөйлеуге тырысып жатырмын. Түсіруге видеоға. Жалғастырып көреміз. Не болады екен. Қараңыздар достар, мынадай білесінаны бірінші рет көріп тұрмын. Қасықтан жасалған. Білесінаны қолдан жасапты, міне. Қорғасын құйып. Бірінші рет көріп тұрмын. Міне достар, бағананы өзек көлінің жағасын қараған болатын. Ол жерден тек қана қорғасындар шықты. Енді жоғары қарай көтерілдім мен. Бұл жақтан бізде 5 теңге тауылдым. 5 теңге. Мынандай не? Жоқ, көлеңкеге қойғам. Машинаның іші ыстық. Мамамен ұрысып жатыр, не деген сұмдық. Біз, қарап жейін деп жатырмыз. Сағат қанша болды? Сағат 4 болды. Сағат кешкі 4 болды. Атылында қарымыз ашты. Мені достар, біз басқа жағына қарай кеттік. Және мен сөмкемді босатып жатырмын. Керінде осыншама қорғасын жиналып қалды. Неше түрлі қорғасындар бар. Қазір осын машинаға тастап кетіп, жолымызды жалғастыратын боламыз. Бәріне сәлем достар. Кешкі сағат 6-дан асты. Күн әлі төбеде. Бәрі лай, күрте лай. Күрте сол, қайықта жел болып жатыр, не деген сұмдық бұл. Бұл бізде Қорғасын дейсіз. Бұл бізде қорғасын. Рахмет. Қорғасын сыйлап қорғасын.
Ағы? Көріп тұр ма? Сол, көрініп тұр. 1961 жылғы бір кәмі. Бәрін түсіріп жатсың ба? Иә, түсіріп жатырмын мен. Арасында сигнал бар. Ол бізде алпақ қақпақ. Ой, әжептәуір түсіріп жатыр, не алды? Короче, кешкі сағат 8 болды, и біз машина жатырмыз. Соған самаурынға су дайындап жатырмыз. Ба? Выживание. Қалай жабайы адам болу керек? Соны үйретеміз деп па? Қосқызым ба? Не істеп жатқан түсірсең? Жете ме 5 литр? Өлі жетеді. Бұл как раз толды ғой. Станар ма екен? Түсін шығып кетті ғой. Жел ғой мына қай жері ық көріп тұрсың? Саморын тез қайнайды осы. Осындай саморын алыңыздар, кеңес беремін. Оны астынан да жағуға болады, міне. Осы астынан тұтатып алып, үстінен отын сала берсеңіздер болады. Ақсы тез жанады, тез қайнайды. Кеңес беремін бүгін. Қойып қойайын. Түсіріп жатсың ба? Иә, түсіріп жатырмын. Қара, қайнап жатыр. Қара, қалай қайнайды? Көріңдер. Қалай қайнайды? Маған қара. Паталық қой. Ыстық қайнатады саморын. Осындай саморын көрдіңіздер ме? Маған қара. Абайла кеп қалмаш. Жақына тура үстіне кетіп жатқан. Біздің ужин осы. Ал бізге ас болсын, достар. Мына. Шешпеймін ба, кеп. Қашы бізге килка, доширак, и нан болып тұр әзірге. Кешкі асымыз. Күшті. Достар, біз ағамыздың үйі бар осы жақта, сол үйге барайын деп жатырмыз. Сол, короче. Аты дүниеміз шашылып. Бәріне сәлем, достар. Таңғы сағат 8-ден 46 кетті. Болды. Түс болды, таң емес. Біз енді чай ішейін деп жатырмыз. Айыңыз кофе ішемін. Иә, кофе. Қайрайдың сырған. Фу, мына түтіндерін қараш. Жақта балық аулап жатыр. Смотрите. Міне достар, бізде таңғы ас. 2 кофе. Сос кофеден ішіп аламыз да іздеуге кірісеміз. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Міне бізде алғашқы бүгінгі тыйым. Сағат қазір 9:14 кетті. Бұл бізде көрейік не тыйым екен. Бұл бізде 10 теңге екен.
2011 жылғы 10 теңге. Ана тура көлдің жағасынан осы жерден бір нәрсе шықты. Көрейік. Не екен? Домалай. Нешін домалай? Жатты. Не дейміз бұған? Алтындарын атпыш. Достар, мұнда тек қорғазынан басқа түк таба алмай жатырмыз әзірге. Қазақстан теңгелер шығып тұрады арасында. Сол себептен біз мына бір алтын сақинамен осындай тасы бар бижутерияны тығып қоятын боламыз. Білдіртпей. Болды. Қазір анда осыны істейтін боламыз. Мен кәдімгі ештеңе білмеймін. Бұл бізде темір. Қорғазын, балға ойдың қорғазын. Тағы да қорғазын. Көріп тұр ма? Жиырма алты, 27. Мына жерде екен. Қолымызда. Ё-майо, достар. Қараңыздар, ё-майо. Түсім ба, өнім ба, ё-майо. Алтын, достар. Отыз алты көрсетіп тұр. Мәссаған қараңыздар, достар. Алтындай осыны айтты өтір саласың. Достар, мен негізі мұндай түсірмейтін. Просто бүгін амал жоқ, просмотр үшін осындай болып кеттік. Жағдай осындай болды. Қалған алдың тапқандардың бәрі не болды шын ғой. Просто бүгін прикол ретінде шығарып отырайыз. Просмотр жинау үшін хотя бы осы. И осы. Ана тұр. Суретке түсір алайық. Картинкаға. Мен суретім ғой. Түсіріп жатырмын. Мына достардың арадан сигнал болды. Мен қазып. Мұнда ұшып кеттім. Мына қараңыздар. Екен көрейік бірге. 100 теңге десең е. Тиын сияқты, теңге сияқты. Жоқ. Совет екен. Сәбит. СССР. Түрі көрінбейді ғой. Тазалау Тазалау керек. Қалындау дейін. Значит, осы арада бар дейсің ғой. Тереңнен шықты көрдің бе? Иә.
сигнал бойынша күміске ұқсап тұр. Қазір көреміз. Опа. Что это? Это у нас медный проволока. Медный сақинамен Ешінді ол не? Короче, достар, біз қайтып бара жатырмыз. Мынандай бар еще. Мына жерде тұр. Достар, біз мынандай жаңағы аппақ тұзды көл деген сияқты жерге келдік. Мынау соның артизаны, короче. Бұл жерде маған мынау айтады, тұзды су дейді, короче, дәмі тұз дейді. Но мен сөйтіп алдап жатыр, білмеймін. Ішіп көрсей? Осылайша видеоның соңына келдік. Біз 2 күнде табысты болмасақ та табиғатты жақсы демалып қайттық. Сіздермен болған 6-ші арнасы. Арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.